Ғылыми зерттеулерге жүгінсек, аю жер бетінде осыдан 5-6 миллион жыл бұрын пайда болған. Қазба жұмыстары дәлелдегендей, сүйегі Франция аумағында табылған. Дене тұрқы шағындау жануар аюдың арғы тегі болып есептеледі. Қазір жер бетінде тіршілік ететін аю тұқымдастардың 8 өкілі мен үңгір аюы секілді жойылып кеткен басқа да түрлері осыдан 2 миллион жыл бұрын өмір сүрген этруск аюынан тараған. Ғалымдардың айтуынша ең соңында ақ аю пайда болды. Ол 200 жыл бұрын қоңыр аюдан бөлініп шықты. Аю Еуразия мен Америкадағы кейбір халықтардың мәдениетінде айрықша құрметке ие. Аңыз әңгімелерде аю қаһарман, адам баласының арғы тегі, әруақ, жер асты дүниесінің иесі, ал кейде тіпті құдай ретінде де қарастырылады. Славян мен герман тайпалары, Орал мен Сібірдің сондай-ақ қиыр шығыстың жергілікті тұрғындары аюға табынып, оны пір тұтқан. Солтүстікті мекен еткен халықтар аюды адамның арғы тегі деп есептеген. Содан шығар, олардың осы жануарға деген ықылас қошеметі айрықша. Аю жер бетіндегі ең ірі жыртқыш. Тіпті айбатты арыстан мен қайратты жолбарыстың өзі онымен теңдесе алмайды. Аю адам баласына бағзы заманнан бері таныс. Жер жаһандағы түрлі халықтар аюды орасан күштің иесі деп біліп, сол қасиет үшін бағалаған деседі. Адамзат аюдың жойқын қуатын мойындап, оны қасиетті жануарға балады. Дегенмен, алып жануар қашанда аңшылардың сүйікті олжасына айналып отырды. Ғылыми жүйелеу тұрғысынан алғанда, аю тұқымдастар тым ірі емес. Құрамы жағынан да біркелкі. Жануардың небәрі 8 түрі бар. Барлығының денесі мығым, аяғы жуан, күшті болып келеді. Табанында иілген ұзын тырнақтары бар. Аюдың қозғалысы да ерекше. Ол жүрген кезде табанын тұтас жерге тигізіп басады. Осыдан барып, оның қимылын сәнді әрі епті деп ешкім айта алмайды. Тіпті маймақ аюдың ебедейсіз әрі қопал қимылы өлең мен тақпақта түрлі теңеумен айтылады. Алайда аю бір қарағанда жайбасар болып көрінгенімен, қажет болған жағдайда сағатына 50 шақырым жылдамдықпен жүгіре алады. Оның ақсиған тісі басқа жыртқыштікіне ұқсамайды. Яғни, аюдың тісі әлде қайда майда. Бұл жануардың қорегімен тікелей байланысты. Бұлардың арасында тек ағаю ғана етпен қоректенеді. Аю тұқымдастар тобының қалған өкілдері тағам талғамайды. Ал көзілдірікті аю көбіне шөп шаламды азық етеді. Сол себепті оны жыртқыштар қатарына қосу қиындау. Аюдың жүні бір түсті, қалың әрі қатты болып келеді. Аю жалғыздықты ұнатады. Жануарлар бір-бірімен тек көбею мезгілінде кездеседі. Бұл кезде аюдың еркегі өте қауіпті. Ол тіпті анасының жанынан әлі айырылмаған қонжықтарды өлтіріп тастауы да мүмкін.
Ал аюдың ұрғашысы керісінше қонжықтарына қамқор, ұрпағын қиын қыстау сәтте қорғауға дайын тұрады. Аю тұқымдастар бір-біріне ұқсайды. Дегенмен, әрқайсының сыртқы пішімі мен мінез құлқы өзгеше болып келеді. Қоңыр аю күнгей және шығыс өңірлерде кездеседі. Ол күш қуаты мен ірілігі жағынан тек ақ аюға жол береді. Ал ақ аюдың ең ірісі қиыр шығыс пен Аляскада тіршілік етеді. Олардың салмағы 750 келіге дейін жетеді. Ал майда түрлерінің салмағы 80 келіден 120 келіге дейін барады. Жалпы қоңыр аю сан алуандығымен дараланады. Арасында ірісі де, кішісі де бар. Ал түсі ақшыл қоңырдан қошқыл қараға дейін өзгеріп отырады. Бұл қасиеті оны тіршілік ету аумағының тым үлкен болуымен түсіндіріледі. Яғни қоңыр аю ауа райы мен табиғаттың ерекшелігіне бейімделіп тіршілік етеді. Демек, солтүстік өңірлерде мекендейтін аюдың дене тұрқы ірілеу болып келеді. Ал оңтүстік аймақтарда керісінше ұсақтау болады. Зерттеушілер мұны мынандай дәйекпен түсіндіреді. Қақаған аязда алып жануарға бойындағы жылуды ұстап тұру қиындық туғызбайды. Ал ыстық аймақтарда кішілеу жануар өзін жайлы сезінеді. Бүгінде жер бетіндегі аюлардың саны күрт азайып кетті. Өйткені адам баласы тойымсыз. Жаңа жерлерді игеремін деп, жануардың табиғаттағы мекенін барған сайын тарылта түсуде. Айта кету керек, Америкадағы атақты гризли аюы жеке түр болып есептелмейді. Бұл жай ғана қоңыр аюдың жергілікті атауы. Қоңыр аю туралы айтқанда, мына бір жайтке назар аударған жөн. Ол суық түскенде қалың ұйқыға кетеді. Жануар өмірінің тең жартысын ұйқымен өткізеді. Бұл үшін үңгір немесе құлаған ағаштардың үйін түсін тауып, өзіне апан дайындайды. Ал қолайлы жер табылмаса, кәдімгі ін қазады. Мұндай апан жануардың басқа жыртқыштардан тығылып, қыстап шығуына мүмкіндік береді. Аю ұйқыға қазан-қараша айларында кетіп, наурыз, сәуір айларында оянады. Осы уақыт аралығында ол қалың ұйқыда болады. Дегенмен аю ашыққан кезде не қауіп төнген жағдайда мерзімінен бұрын оянып кетуі мүмкін. Денесіне май жинап үлгермеген аш аю басқаларға қарағанда ерте оянады. Кейде тіпті мүлдем ұйықтамайды. Мұндай аюды қаңғыбас деп атайды. Қаңғыбас аю мейлінше қауіпті. Долданған сәтте аю адамға шабудан да тайынбайды. Жалпы аю саяқ тіршілікке құмар. Сол себепті алып жыртқыш адамның көзіне көрінбеуге тырысады. Тіпті байқатпай үстінен түссең, қорыққанынан аюдың қашып кетуі де әбден мүмкін. Аю тағам талғамайды. Аузына түскеннің бәрін жей береді. Ол саңырауқұлақ, жаңғақ, жеміс-жидекті, сондай-ақ түрлі өсімдікті қорек етеді. Аю елік пен бұғы секілді жануарларды аулайды. Дегенмен, жыртқыштың қорегі мұнымен шектелмейді. Кейде аю балық аулап, бақа шаянды талғажу етеді. Тіпті өлекседен де бас тартпайды. Аю әсіресе құмырсқаға құмар. Ол құмырсқаның илеуін тапқан соң, оны жалауға кіріседі. Бал іздеген аю жабайы аралардың ұясын немесе омартаның ойран топырын шығарып кетеді.